Барлықтарыңызға сәлем, Дарико каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кекстің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте керемет болып шығады, жылдам әрі оңай жасалады. Міне осылай болып шықты, керемет көтеріледі, жұп-жұмсақ нәзік болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіз. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарып аламын. Оның үстіне қант, шым-шым тұзды қосамын. Және ванильді қантты да қосамын. Енді барлығын миксердің көмегімен 3-4 минутта араластырып аламын. Біздің қантымыз аздап еруі керек. Міне осылай болып шықты. Енді осыған еріген сары майды қосамын. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғандары дұрыс. Енді осыған 1 стакан сүтті қосамыз. Аздап араластырып аламын. Енді сұйық массамызға илеуіштен ұнды өткізіп қосамын. Онымен бірге біз қопсытқышты да қосып аламыз. Енді астынан жоғарыға қарай осылай аккуратно жайлап араластырып алуымыз керек. Егер қамырыңыз түйіршіктелсе, венчиктің көмегімен араластырсаңыздар, ешқандай түйіршік қалмайтын болады. Міне осылай болып шығады. Енді қамырға мен аздап мейіз қосып жіберемін. Бұл міндетті емес. Мейізді алдын ала жуып, кептіріп, ұнға араластырып алдым. Міне біздің қамырымыздың консистенциясы осылай болып шығады. Енді форманы майлап, қамырды құямыз. Достар, кез келген форма бола береді. Домалақ пішінді, немесе арнайы кекстің формалары да болады. Енді таяқшаның көмегімен осылай аздап араластырып жіберемін. Енді кексті 160 градуста 40-60 минуттай пісіріп аласыздар. Өз духовкаларыңызға қараңыздар. Міне достар, кексіміз пісіп шықты. Осылай керемет болып көтерілді. Міне осылай болып шықты, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде шайға жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.